Сәлем, ертегі сүйер достар. Сіздерді бүгін ерекше оқиға күтіп тұр. Егер арнамызға жазылмаған болсаңыз, дәл қазір жазылып қойыңыз, ал біз ертегімізді бастайық. Золушка және сиқырлы мысық. Ертеде сиқырлы орманның шетінде Золушка есімді қыз өмір сүріпті. Ол өте еңбекқор, мейірімді болған. Ата-анасынан ерте айырылып, қатыгез өгей шешесімен екі әпкесінің қолында қызметші ретінде күн кешеді. Бір күні Золушка үйдің шатырынан ескі кітап пен жұмбақ жазуы бар алқа тауып алады. Алқаны тағып көргенде бөлме ішінде жұмсақ қадамдар мен ақ және қара түсті мысық пайда болады. Мысық сөйлейді. Менің атым Мурси, мен сиқырлы мысықпын, тек жүрегі таза адам ғана мені көре алады дейді ол. Мурси Золушкаға тек сиқырлы кешке емес, өмірін түбегейлі өзгертуге көмектесуге шешім қабылдайды. Бірақ бұл жол қарапайым емес. Жай ғана ханзада мен би билеу емес, өзінің шынайы арманын табу жолы болады. Екеуі бірге. Зұлым өгей әпкелердің жасаған қулықтарын жеңеді. Ормандағы сиқырлы айнадан болашақтың белгісін көреді. Сиқырлы бақтағы сынақтардан өтеді. Айдың жарығымен жасырынған шынайы ханшайымды табады. Золушка сол кеште ханзадамен кездесіп қана қоймай, өзінің шынайы миссиясын түсінеді: ауылдағы жетім балаларға үй салып, оларға мейірім мен білім сыйлау. Ал Мурси оның мәңгілік серігіне айналады. Енді ол жай ғана мысық емес, жүректегі үміт пен батылдықтың бейнесі. Соңында Золушка биік сарайда емес, жүрекке жылу сыйлайтын қарапайым өмірді таңдайды. Бірақ бәрінің есінде ол өз өмірінің ханшайымы болған қыз. Ертегі ұнады ма? Келесі сиқырлы оқиғаны жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қойыңыз. Келесі ертегіде кездескенше.